Ассалаумағалейкум азағел. Алматы облысында полиция қызметкерін өлтіріп далаға алып барып өртеп кеткен. Оны істеген өзінің туған әйелі мен баласы дейтін әңгіме тарап жатыр. Осы уақиға туралы ел арасында небір әңгіме айтылып жатыр да бүйтеді. Бұл полицияның өлген адамның өзі кінәлі дейді. Отбасын, әйелін осындай жағдайға өзі жеткізген болар дейді да. Бала шағасының әйелін әбден қанын ішкен шығар дейді. Қысқасы, еркектің өзі кінәлі деп жатқандар да бар. Құдай сақтасын. Одан кейін бұл кісі енді марқұм полиция қызметкері ғой, соған біреу былай жазып кетті. Парамен баққан отбасы осылай болады дейді. Ауыр ауыр. Мынаған жаман жазып деп, парамен баққан отбасы осылай болады деп қойыпты. Құдай сақтасын. Енді бұл уақиғаның қалай болғаны туралы небір нұсқалар тарап жатыр. Соның бірін айтып берейін сіздерге. Бұл марқұм Аслан дейтін жігіт екен, полиция қызметкері. Жұмыстан келеді, қырынайын десе бритва болмай қалады екен. Содан әлгі жерде әйел екеуінің арасында жанжал басталады екен. Бұларды ажыратам деп араларына баласы түседі екен. Бірақ жанжал тоқтамайды, әрі қарай ушыға береді екен. Бір кезде баласы балтамен кеп әкесінің басынан ұрып жібереді екен да. Менің естіген нұсқам бойынша бала әкесінің басынан ұрып жібереді балтамен, бірақ әлгі жерде өлмейді ол кісі, ес-түссіз жатады. Содан бұны өлтіру үшін әйел бала шағасы мен жабылып бұны қыңқылдырады екен. Екі ұлына екі жақтан тартқызып қойған екен әкесінің мойнынан. Соған қарағанда енді жіппен ба бірдеңемен қыңқылдырған болып тұр ғой мойнына. Екі жақтан екі баласына тартқызып, үшеуі жабылып жүріп, бұның демін үзеді екен. Сөйтіп денесін далаға алып барып өртеп кетеді екен. Жаңағы өртеуге бара жатқанда жолдан бұлар бензин алады екен. Өртеп кетеді, ойлаған ғой енді. Қолды өртеп тастадық, ешкім білмей қалады деп. Қайда? Жаңағы денені малшы кісі тауып алады екен. Видеоға түсіріп алады. Жаңағы малшының видеосын көрсеңіздер, дене кәдімгідей көрініп тұр да. Одан кейін өрт жанып отыр қасында. Соған қарағанда бұлар өртеп кеткеннен кейін көп уақыт болмаған. Малшының тауып алғанына. Бұлар өзінше ойлаған ғой, болды өртеп тастадық. Дымы қалмай қалды ана. Ешкім білмей қалады деп. Қайда? Міне мен естіген нұсқа бойынша осылай болған екен. Мен өзім мынаны инстаграмнан, мына блогерден естіп отырмын. Сіздер де өтіп көрсеңіздер болады. Енді жаңағы жері сұмдық екен, баласы басынан ұрып жібереді екен. Содан бұл өлмейді екен әлгі жерде. Демі бар болып тұр ғой енді. Ес-түссіз жатады екен. Бұның демін үзу үшін әйел бұны қыңқылдырады екен. Екі баласына көмектестіреді екен жаңағы. Екі баласының көмегімен бұны қыңқылдырып демін үзіп жібереді екен да. Жалпы бұл отбасы өте үлгілі отбасы болған екен. Көп балалы, бағып алған балдары да бар екен. Міне. Сұмдық уақиғаға қарап тұрсың, мен басында бұны көрген кезде ойлағам, бұл полиция қызметкері, бұның бір жаулары болған шығар, жаңағы. Бұны істеген, өлтіріп кеткен. Артынан мынандай ақпарат шыққаннан кейін, жағамды ұстадым, Құдай сақтасын. Мына алдында, Атырауда, жаңағы бір отбасын қырып тастаған күйеу бала бар ғой. Ананы естіп, мен жағамды ұстаған болатын, мынандай масқара енді естімейтін шығармын деп. Мынаны естіп, ойбай дедім мен. Қиын, Құдай сақтасын. Сол осындай жағдай болып жатыр. Жалпы бұл іс туралы сіздердің де біз білмейтін естіп жатқандарыңыз болса, комментарияға пікір қалдырыңыздар. Енді осы уақиға туралы халықтың пікірі екіге бөлінген. Біреулер әйелді жақтап жатыр, біреулер еркекті кінәлап жатыр. Еркектің өзі кінәлі, отбасын осындай жағдайға жеткізген деп. Енді мен айтарым, бұл жерде қалай? Ойлаңыздар да, екі адам ұрысып жатыр, әйел мен еркек. Араларына балалары түседі. Ажыратпақ болып. Бірақ ажыратамайды. Балтамен келіп әкесін ұрып тастайды. Сонда әйел не істейді? Әлгі жерде полицияға хабарласу керек па? Осыда әйел быт-шыт болып тұр ғой енді, күйеуімен ұрысып жанталасып жатыр да. Баласы келіп күйеуінің басынан бір ұрады. Бұл жерде өлтірем де өлтірмеген болып тұр ғой, аяғысынан болып тұр ғой.
Содан әйел қорқып кеткен. Балам сотталып кете ма, жас бала ғой, балам сотталып кете ма деп қорыққан ғой. Баласы жақын ғой енді. Күйеуіне қарағанда енді баласы жақын болды ғой әрбір әйелге. Қорыққан. Балам сотталып кететін болды, масқара болатын болды деп қорыққан. Қой мынаның ізін жасырайын деген шығар. Бірақ мына жері, мен естіген нұсқа бойынша, мына жері сәл нелеу екен да, өте ауырлау екен да. Жаңа еркекті бала ұрғаннан кейін анау әлгі жерде өлмеген екен. Ес-түссіз жатқан, өлмегеніне қарағанда енді демі болған ғой. Содан бұлар демін үзу үшін үшеуі жығылған болып отыр ғой. Әйел, одан кейін тағы 2 бала. Мойнынан, мен естіген нұсқа бойынша да, бала 2 баласына 2 жағынан тартырып болған дейді. Сонда жіппен ба, бірдеңемен енді мойнынан орап бүйтіп тартқан болып тұр ғой 2 жаққа. Сол жері сәл өте жосқылау болып тұр да. Міне. Жаңа былай болған болса, бала кеп бастан ұрған әкесін, әкесі өліп кеткен. Сол жерден бірден барып бұлар ойбай анау мынау деп барып өлгеннен кейін тек қана алып барып өртеп тастаған болса, онда әңгіме басқаша болатын еді. Бұл жерде адам тұрған, құлаған, бірақ өлмеген, жай ес-түссіз жатқан да. Демі бар. Бұлар демін үзу мақсатында тағы да жаңағы өз ес-түссіз жатқан адамға барып жабылып қыңылдырған болып тұр ғой. Осы жер өте жосық болып тұр да. Енді бұл нақ олай болған деген емес. Анжер мен жерден естіген әңгіме да бұл. Алып қашпа әңгімелер да. Енді алдағы уақытта оның бәрі белгілі болады, көреміз. Өте масқара жағдай. Әйелінің кінәсі не сонда? Бұл жерде негізі әйел адам мына жерден шатасты да. Жаңа ес-түссіз жатқан кезде бірден полицияға хабарласу керек еді. Сонда әйелдің ешқандай қатысы болмайтын еді бұл іске. Бұл ес-түссіз жатқаннан кейін барып қыңқылдырыпты ғой, демін үзіпті ғой да. Әйел де кетеді, бала да кетеді. Быт-шыт болды бір отбасы. Енді бұл нақты олай болды деген әңгіме емес, тағы да айтамын. Мен өзім бір жерден естіген бұны. Мына блогерді көрдіңіздер ме? Осы кісінің аузынан естідім. Не бір нұсқалар тарап жатыр да, сол нұсқалардың бірі. Осы видеоны жазып жатқанымда мына іс туралы жаңа дерек пайда болды, былай дейді. Мына кісінің, марқұмның әйелі мен баласы ұсталып еді ғой, онымен қоса баласының досы да ұсталған екен. Одан кейін бұл 2 бала екеуі де кәмелет жасына толмаған жас балдар екен. Мына марқұмның әйелі ол кісі де полицияда қызмет еткен кісі екен. Мынаны ескеріңіздер, бұл ақпараттар ешқандай да нақты ақпарат емес, ел арасында әлеуметтік желіде тарап жатқан әңгімелер, содан алып айтып отырмыз.